Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Алтынай. Бүгін біз ашқысыз бауырсақ дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен айран қажет. Одан соң ас содасы және тұз салып, қант салып, жұмыртқаны салып, шиқмай құйып араластырамыз. Араластырып, бетін 15 минутқа жауып қоямыз. 2-3 есе ұлғаю қажет. Бөлек ыдысқа ұнды аламыз және сары майды қосып қолымызбен осылай езетін боламыз. Одан соң көтерілді. Бетінде осындай майда көпіршіктер пайда болады. Ұнымызды айранның үстіне салып, қолымызға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Осындай жұмсақ болу қажет. Бетін 30 минутқа жылы жерге жауып қоямыз. 2 бөлікке бөліп, осылай көтерілу қажет. Бөлген соң бірінші бөлігін жаямыз. Қатты қалың қылмаймыз, қатты жұқа қылмаймыз. Осылай домалақ қылып кессеңіздер болады. Арнайы кескіштермен. Табамызға май құйып, қыздырып, осылай шетінен пісіріп шығамыз. Енді екінші бөлігін осылай төрт-үш тығып кесетін боламыз. Кескен бөлігімізді орташа отта қуырып аламыз. Мінекей бауырсағымыз дайын, ас дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.